Қазақ тілі 6 сабақ. Сәлем балалар. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаймыз. Мен сендерге сабақ түсінікті болу үшін ауызша айтып отырамын. Сендер түсінбеген жерлеріңді видеоны тоқтатып тұрып, немесе видеоны басынан қарап, дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 24 сабақ. Тақырып пен суретке қарап өлеңнің мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Бүркіт. Бұл жерде бүркіт деген тақырып және суретте бейнеленген түлкі мен бүркіт. Бүркіттің түлкіні ұстап әкетпек болып тұрған суреті бейнеленген. Бүркіт. Бүркіт әрі қайратты, сұлу әрі айбатты, көтеріліп тым биік, көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін жұлады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр, текті құс, ең мықтысы қыраны. Оқыған өлеңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Бұл жерде сипаттау мәтініне келетін болсақ, бүркіт туралы бүркітті сипаттап, оны сұлу әрі айбатты деп айтқан. Және де бүркіт туралы алғыр, текті құс деген сөздер айтылып, сипаттап айтылып кеткен. Сол себепті сипаттау мәтініне жатады. 25 тапсырма. Мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында нақты, қайсысында бейнелі суреттелген? Қыран бейнесі өркендік белгісі, ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету, ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Мәтіннің соңғы сөйлемін жаз. Мәтіннің соңғы сөйлеміне аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Осы сөйлемді дәптерлерімізге жазып аламыз. Назар аудар. Зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, адамның қалай пайдаланатыны ескертіледі. 26 жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Балалар, жаңылтпашты жаттап алып, кітапты бекітіп тұрып, жауып тұрып, сол жаттаған жаңылтпашымызды жатқа жазамыз. Атам томалаған бүркітті мен томаламағанда кім томағалайды? Томағала сөзінің мағынасын дереккөздерден біліп ал. Томағала сөзінің мағынасы аулау, бүркітті ұстау, бүркітке қарау деген мағынаны береді. Және де томағала сөзінің тағы да қандай мағыналары бар балалар? Осы сөзді комментарияға жазып кеткен адамға, ең бірінші жазған адамға сыйлық беріледі.